Будапешт коменданты жағдайдың үмітсіз екенін түсінгенде, ол жағдай үмітсіз деп бұйрық берді. Және әскерлерге батысқа, яғни онда болған бөлімшелермен қосылуға рұқсат берді. Шамамен осы қалған гарнизоннан мыңдаған адам батысқа қарай 44 деп есептеледі. Қала аумағынан 10 мыңнан астам адам шығып, бірақ соңғы пунктке 800-ден астам адам ғана жетті. Қалғандардың барлығын кеңес әскері тұтқындады немесе жойды. Соңғы операция сәтсіз болған кезде, Пфеффер Вильденбрух бұл туралы білгеннен кейін бәрі аяқталды деді. Аяқтау керек. Онда кім барғысы келеді, кім бас тартқысы келеді, жалпы сәтсіздікке ұшырады. 45 жылы 11 ақпанда кеңес әскерлері Будда бекінісіне шабуыл жасай бастады.